Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі оңай дайын болатын салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қияр, қызанақ, жұмыртқа және шұжық қажет болады. Алдымен қиярымыздың екі шетін кесіп, керек емес жерін алып тастаймыз. Және де қиярымызды видеода көріп тұрғандай етіп турап шығатын боламыз. Қиярымызды турап болдық. Енді арнайы ыдысымызға салып бір шетке қоя тұрамыз. Енді қызанағымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай үш бұрышты етіп турап шығатын боламыз. Қызанағымызды турап болдық. Енді оны ыдысымызға салып, енді жұмыртқамызды да осылай турап шығатын боламыз. Жұмыртқамызды турап болдық, оны жаңағы ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте шұжығымызды турайтын боламыз. Осылай үш бұрышты етіп турап алатын боламыз. Шұжық қоспай жасасаңыздар да болады, міндетті емес. Мен енді осылай шұжық қосып жасадым. Міне барлығын, қосатын қоспаларымыздың барлығын турап болдық. Арнайы ыдысымызға салып, енді оны майонезбен немесе қаймақпен жақсылап араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұз себетін боламыз. Егер майонез қосатын болсаңыздар, тұзын байқап қосаңыздар. Себебі майонездің де тұзы болады. Мен енді осында 2 ас қасық майонез қостым. Қаймақ қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластыратын боламыз. Міне сонымен біздің оңай әрі тез дайын болатын өте дәмді салатымыз дайын болды. Егер 2 кішірек тарелкаға салсаңыздар, 2 кішірек тарелка шығады, немесе үлкен тарелкамен 1 тарелка шықты. Егер сіздер көбірек қып жасайтын болсаңыздар, онда қоспаларын көбірек етіп турайсыздар. Осылай жасасаңыздар, дәмі өте керемет болады. Қонақтардың алдына ұялмай қоя берсеңіздер де болады. Немесе күнделікті үй жағдайында балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Оңай әрі тез дайындалады. Дәмі өте керемет, сулы болып шығады. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, және егер жасап жатсаңыздар, менің каналымның комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Және де керекті қоспаларының мөлшерлемелерін описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Дәмді Асхана каналы.